Құрметті достар, Corona рендер бойынша визуализация секциясына қош келдіңіздер. Бұл секцияда біз Corona рендермен және 3D Max бағдарламасы арқылы қалай шынайы реализмдегі архитектуралық визуализацияны жасауды үйренетін боламыз. Бұл жерде интерьер дизайн да бар, экстерьер дизайн да бар. Яғни сіз өзіңіздің қалаған ойыңыздағы дизайныңыздың 3D визуализациясын жасап үйренетін боласыз. Бұл секцияда үйренбестен бұрын біз бірінші кезекте теорияға көз жүгіртетін боламыз. Олай болса бастайық. Жалпы 3D визуализацияның не екенін онсыз да сіздер де білесіздер. Яғни біз бір заттың 3D дизайн жасаймыз. Оны нөлден бастап жасаймыз. Яғни ойымызда не бар, қандай затты құрастырдық, немесе бізде оның сызбасы болуы мүмкін. Соның негізінде біз 3D дизайн жасай аламыз. Бұның ерекшелігі, әрине сіздерге өзіңіз осы 3D визуализациямен айналысып жүрген адам болсаңыз, клиенттер келуі мүмкін, және үйдің немесе интерьердің, жиһаздың сызбасын жасағаннан кейін оның бірден дизайнын сұрауы мүмкін. Себебі ол қалай болады, қалай көрінеді, клиенттерге осы қызық. Немесе сіздің заказчигіңіз осы затты сұрайды. Сондықтан да осы мүмкіндіктерді пайдалана отырып біз 3D Max бағдарламасы арқылы 3D визуализацияны жасай аламыз. Енді сіз жалпы 3D визуализациямен айналысқыңыз келсе, немесе бұрын бұл туралы хабардар болсаңыз, немесе осы мебель жиһаз саласында немесе құрылыс саласында жүрген адам болсаңыз, оның нарығын білуіңіз керек. Себебі бұл саланың нарығы өте үлкен, өйткені бүкіл әлемде барлық жерде бірінші кезекте үй салады, барлық жерде үйдің ішіндегі оның благоустройствосын жасайды, оған жаңағыдай жиһаздар жасайды. Бір сөзбен айтқан кезде барлығы осы біздің визуализация саласына қатысты. Оны жасайтын бізде 3D мамандар. Олар 3D визуализатор деп аталады, 3D модельер деп аталады. Енді мына жерде біз статистиканы қарайтын болсақ, 2022 жылы бүкіл әлемде осындай сіз бен біз сияқты компьютердің ішінде 3D визуализация жасайтын адамдардың нарығы 2 миллиард доллар болған бір жылда. 2030 жылға бұл 11 миллиардқа дейін жетеді дейді. Неге соншалықты бұндай өсу болады? Себебі адамдар барлық бүкіл әлем цифрлық кеңістікке жыл сайын қатты кіріп бара жатырмыз. Бұрын телефоны, енді қазір виртуалды технологиялар дамып жатыр. Жақында Apple'дан Vision Pro деген арнайы мықты виртуалды көзілдірік шықты. Сол сияқты сұраныс өте арта береді. Бұл жерде бұның мағынасы сіз бен біз сияқты визуализаторлардың да жұмысы көбейеді. Сондықтан да егерде сіз қазірден бастап осыны үйреніп жатырсыз, бұл өте қуанышты жаңалық, себебі бұған сұраныс өте артады. Егерде сіз болашақта бұл заттарды 3D модельдеуді, 3D рендеринг, визуализацияны, жасанды интеллектті білмейтін болсаңыз болашақта, онда біз көштен қалып қою үлкен қауіпінде тұрмыз. Сондықтан да бұл заттарды біз білуіміз керек. Енді бірінші кезекте 3D визуализацияның ішінде сіз рендеринг деген ұғымды білуіңіз керек. Рендеринг деген зат ағылшын тілінде бейнелеу, реңдеу деген мағынаны білдіреді. Қазақтың рең деген сөзіне ұқсас. Мысалға, сізде мынандай 3D модель болса, осы 3D модельді рендер жасағаннан кейін визуализациямен бұл пара-пар ұғым негізі. Рендер жасағаннан кейін мынандай әдемі сізде нәтиже пайда болады. Бұл жерде қарасаңыз, мынау тек мына жерде формасы ғана болса объектінің, мына жерде оның текстурасы бар, мындай алтын сияқты, жарық бар, көлеңкесі бар, жылтырап тұр, яғни шынайы бізде көрініс пайда болып тұр. Енді рендерді қалай жасаймыз? Біз мысалға 3D Max бағдарламасының ішінде барлық негізгі процестер жасаймыз. 3D модельдейміз, оған анимация беруіміз мүмкін, сахнаны жинауымыз мүмкін, сахнада жұмыс істеуіміз мүмкін. Алайда осында визуализация жасайтын программалар болады, оларды рендер движоктар деп атайды. Рендер движоктардың түрлері өте көп. 3D Max'ның ішінде Arnold деген өзінің рендер движогы бар. Одан бөлек біз қосымша сырттан басқа рендер движоктарды орната аламыз. Олардың түрі өте көп, жаңағы айтқандай. Мысалға, Arnold көбінесе Голливудта кино түсіруге қолданады. Білесіздер, 3D Max бізде 3D Max
кино саласында да көп қолданылады, анимация саласында да көп қолданылады. Мысалға V-Ray деген бізде Игра престоловта қолданылған рендер движок. Redshift деген бұл анимациялық жобаларда қолданады. Ал біз өзіміздің архитектуралық визуализацияға Corona деген рендерді қолданатын боламыз. Жалпы рендер движоктар екі архитектурада жұмыс істейді. Біріншісі процессорда, екіншісі видеокартада. Әрқайсысының өздерінің ерекшеліктері бар. Алайда біздің Corona рендеріміз ол мынандай процессорда жұмыс істейтін болады. Сондықтан да егер де сіз мықты үшті визуализатор болғыңыз келсе, жұмысыңыздың сапасын, өнімділігін арттырғыңыз келсе, сізге CPU рендер, яғни Corona бізде процессормен жұмыс жасағандықтан мықты процессор алу қажет болады. Core i7, Core i9 немесе Ryzen 7, Ryzen 9 деген процессорлар қажет болады. Енді бізде рендерингтің кезеңдері бар. Визуализацияның бұл жерде мысалға модельдер мындай дайын тұрса, оған жарық көлеңке береміз, ішін ары қарай жиһаздарын орнатамыз, оларға текстура береміз. Мысалға мына жерде оны мен нақты көрсеткенмін. Мына жерде сіз мысалға өзіңіздің жиһаздарыңыздың планы болады, дұрыс па? Осы планның негізінде сіз оның 3D моделін жасайсыз. Немесе өзіңіз интернеттен дайын 3D модельдер алып қоя салсаңыз да болады. Ал егер специфичный керек десеңіз, өзіңіз 3D Max-тың ішінде жасап аласыз. Ары қарай оған біз түс береміз, түр береміз, яғни текстура береміз. Мысалға, мынау үстелге біз ағаштың текстурасын бергенбіз. Егер де бұған темірдің текстурасын бергенде, бұл үстел темірден жасалған болуы мүмкін еді. Ары қарай осы тұрған затқа біз жарық көлеңке берген кезде, соңғы рендеринг процесі өткен кезде бізде мынандай визуализацияның нәтижесі пайда болады. Шынайы кәдімгі суреттен айырмашылық жоқ. Енді рендерде қолданылатын ұғымдарды айтқым келеді. Бірінші кезекте баптаулар. Кез келген рендер движоктың өзінің баптауы болады. Осы баптаулардың негізінде біз өзімізге қалаған нәтижені, картинаны жасап шығарамыз. Барлық рендер движокта жарық беру бар, лайтинг деп аталады. Яғни сіз бұл жерде шын өмірдегідей жарық бересіз. Күннің жарығын бере аласыз. Әртүрлі бөлмедегі мысалға лампаның жарығын бересіз, светильниктің жарығын бере аласыз. Шейдинг деген текстура беру, әсемдеу, яғни мысалға орындық ағаш текстура берсем, бұл ағаштан жасалған деген мағынаны білдіреді. Одан кейін камера. Мына жерде мысалға камера қойылған, осы камераның негізінде сіз рендер жасайтын боласыз. Камера егер басқа ракурстан тұрса, онда біз мына объектілерді басқа ракурстан көретін боламыз. Енді баптаулардың ішінде бізде әртүрлі параметрлер бар. Мыналардың барлығын мен қазір қысқа түсіндіріп өтемін. Бұны жаттаудың қажеті жоқ. Жалпы көзіңіз үйренсе болды бұл заттарға. Кейін бұларды біз жобаларда қолданамыз. Ағылшынша болғанына ешқандай да уайымдамаңыз мына сөздердің. Ол сізге үйреншікті зат болып қалады болашақта. Бірінші кезекте resolution, разрешение немесе қазақша айтқанда ажыратымдылығы. Яғни сіз қанша разрешениеде картина шығарайын деп жатырсыз. Мысалға, сіз жоғарғы дәрежеде үлкен презентация жасайтын болсаңыз, үлкен бизнесмендердің алдында үлкен экранда көрсететін болсаңыз, онда сізге 4К деген сияқты үлкен разрешениелер керек болуы мүмкін. Ал қарапайым интернетке шығаратын болсаңыз, ол кезде 2К немесе HD сапада, яғни разрешениеде жеткілікті. Бұл затты сізге таныс деп ойлаймын, өйткені монитор алғанда, телевизор алғанда бұл заттарды білесіз. Біз осыларды 3D Max-ның ішінде бере аламыз. Frame range бұл сізге анимация жасайтын болсаңыз керек болады. Бағана мысалы анимация көрсеттік қой бөлменің ішінде. Егер сіздің камераңыз үйді аралап жүріп бара жатса, ол кезде осы біз анимация кадрларын бере аламыз. Ол жерде 30 FPS, 60 FPS деген заттар бар. Мысалға 60 FPS-ке қоятын болсақ, бізде секундына 60 кадр кетеді. Бұл енді өте үлкен кадр. Ары қарай сэмплинг деген заттар бар, немесе passes деп аталады коронада. Егер коронада сізде неғұрлым passes көп болса, соғұрлым суреттің сапасы жақсарады. Мысалы, мына жақта бір ғана pass берілген. Pass деген бізде этаптар, яғни бір пас өтеді, екі пас өтеді. Неғұрлым пастар көп айналған сайын, мына жердің тұрған шулар көп тұрса, нүктелерді, осылар шулардың барлығы кетіп қалады. Әрине, мысалы, мына жерде бір ғана пас болса, 5 секунд алған, ол мынандай уақыт өткен. 82 пас болса 255 секунд алған. Мынандай сапада шығарып тұр. Неғұрлым пас көп болса, әрине ол уақытты да сол құрылым көбірек алады. Global Illumination деген бұл әлемдік жарық. Мысалға, нектан қазір бір ғана жарық берсек,
ол тек тікелей ғана түседі, қалған жердің бәрі көлеңкесі қап-қара болып қалады. Егер біз Global Illumination әлемдік жарық берудің настройкадан қосып қойсақ баптаулардың ішінде, онда біздің түскен жарығымыз шағылысады жан жағымен, сөйтеді да бүкіл бөлмені жарық толтырады. Сол уақытта бізде мынандай шынайы визуализация жасалып шығады. Environment map, қоршаған ортаның жарығы. Мысалға, сондай карталар бар, олар HDRI карта деп аталады. Оны интернеттен жазып алуға болады. Ол карталардың ерекшелігі кәдімгі арнайы панорамный карталар. Осы панорамный карталар арқылы біз шынайы түрде жарық бере аламыз. Depth of field. Depth of field деген, мысалы, камерамен түсірген кезде немесе адамның көзінің өзі сондай бір затқа қарайтын болса жақыннан, артыңғы заттардың бәрі бұлыңғырлайды, бұлыңғыр болады. Яғни адамның көзінің фокусы бар. Немесе камерада сондай фокус бар. Дәл осы эффектті біз Corona және 3D Max'ның ішінде бере аламыз. Егер біз бұл эффектті қоспасақ, қарапайым мынандай сурет шығады. Әрине мына суреттің мағынасы, мәні қызығырақ, мынаған қарағанда салыстырсақ. Келесі motion blur деген эффект бар. Motion blur мысалға сіздің жасап жатқан интерьер дизайнның ішінде қосылып тұрған вентилятор бар деп есептейік. Вентилятор айналып тұрса, біз айналдырған қалай көрсете аламыз? Әрине motion blur эффекті арқылы көрсете аламыз. Бұл эффект осы сәтте керек болады. Render output формат деген зат бар. Яғни біз жасаған суретімізді қандай форматта шығарамыз? Біреуге JPEG керек мүмкін, біреуге PNG керек болуы мүмкін, немесе бір монтаж жасайтын адамға TIFF форматы керек болуы мүмкін. Өзіміздің қалаған форматта біз шығарып, сақтап қоя аламыз. Келесі этап ол жарық беру. Кез келген рендер движоктың ішінде өзінің жарықтары болады. Corona рендерінде сондай өзінің жарықтары бар. Оның жарықтың түрі болады. Қандай жарық? Мысалға, күн ба, немесе үйдің ішіндегі светильник ба, лампа ма, соның түрі болады. Одан кейін ол жарықтар түскен жарығына байланысты одан көлеңке шағылысады. Мінекей, көлеңкелер тұр мына жерде. Жарық түсінің түсі болады. Мысалы, ол жарық неоновый жарық болуы мүмкін, немесе кварц болуы мүмкін. Сол жарықтың түсін біз бере аламыз. Қызыл қылып, фиолетовый қылып, жасыл қылып деген сияқты. Жарықтың күші болады, intensity деген, қаншалықты ол жарық болады. Мысалға, жарықтың күш қуаты көп болса, бүкіл бөлмені алып кетуі мүмкін. Жарықтың күш қуаты аз болса, немесе тоқ келмесе, немесе лампыңыз нашар болса, онда жарықтың күші аз болады. Жарықтың қашықтығы бар, light fall-off деген, HDRI-дің жарығы бар, жарықтардың орналасуы деген бізде теория бар. Жарықтар орналасуы, біз жарықтарды неғұрлым дұрыс орналастырсақ, соғұрлым бізде әдемі жарықтар шығады. Мысалға, мына жерде мынандай анимациялық фильмде де жарық көрсетілген. Мына жақта жарық дұрыс берілгендіктен бізде әдемі жарық шығып тұр, мына жақта жарық дұрыс берілмеген. Алайда жарық мына жерде бар, жарық жоқ емес, бірақ дұрыс берілмеген себебінен бізде онша емес картина пайда болып тұр. Одан кейінгі айтылатын теория ол бізде шейдинг немесе текстуринг деп аталады. Бұл материал беру. Яғни кез келген заттың өзінің материалы болады, жиһазының өзінің материалы болады, үйдің ішіндегі мысалға линолеумның өзінің материалы болады, паркеттердің материалы болады, ағаш тәріздес, немесе далада брусчатканың өзінің материалы болады, бетонның материалы болады. Сол материалдарды біз қолдан жасап береміз, және Coronaның ішінде өзінің Corona библиотекасы болады. Сол библиотекада көптеген материалдарды дайын біз алып қолдансақ болады. Одан кейін соңғы айтылатын нәрсе камера. Coronaның өзінің камерасы болады. Осы камераларды біз дұрыс қоя білсек ракурсына байланысты, соған сай бізде де әдемі картина шығатын болады. Сондықтан достар, осылардың барлығын біз сабақта, практика жүзінде, теория жүзінде де қарастыратын боламыз. Олай болса, келесіде кездескенше.